Бәріне сәлем достар, бүгінгі видеода маңдай сүйегінің анатомиялық құрылымын талдайтын боламыз. Маңдай сүйегі ос фронтали, оның дөңескелген сыртқы бетін және ойыстау келген ми сауытына қараған бетін ажыратамыз. Сонымен қатар маңдай сүйегі 4 бөліктен тұрады. Ол бізде қабыршақтық бөлімі, парс куама, жып көз бөлімі, парс орбиталис және бір мұрындық бөлім, парс назалистен тұрады. Сыртқы бетін қараймыз. Сыртқы бетінің төменгі жиегінде көз үстілік жиек марго суpraорбиталис көз шарасының жоғарғы жиегі орналасқан. Ал одан жоғары бізде қас доғасы аркус суперцилиарис орналасқан. Осы доғадан жоғарырақ маңдай сүйегінің дөңесі тупер фронтали орналасқан. Және екі доғаның қас доғасының ортасында кеңсірік үстілік жазықтық глабелла орналасқан. Маркус суpraорбиталистен ары қарай бізде ол процессус зугоматикусқа бет сүйектік өсіндіге жалғасады. Үстіңгі жақтың маңдай өсіндісі екеуі бірігіп, осы жерде жік арқылы байланысып, көздің бүйір қабырғасын құрайды, яғни көз шарасының бүйір қабырғасын құрайды. Одан жоғары латералды бағытта линияны көріп тұрмыз. Самайлық сызық линия темпоралис деп аталады. Ішкі беті. Ми сауытына қараған беті. Ең бірінші көзге түсетін, ол бізде ми батыңқылары немесе саусақ іздері дейді, импрессио дигитата орналасқан. Ары қарай қан тамырлардың жүлгелері сульки артериосиді көреміз. Жоғарыда бізде сагитальды қойнаудың жүлгесі сулкус синус сагиталис супериор көрінеді. Ол одан төмен түсіп, осы маңдай сүйегінің қырқасына криста фронталиске жалғасады. Және ең соңында соқыр тесік форамен цикуммен аяқталады. Төменнен қарағандағы көрінісі. Парс орбиталистерді көреміз. Көз шарасының жоғарғы қабырғасын құрайды, фацес орбиталис. Оның медиалды жағында шығыршық шұңқыры фавео трахеарис орналасқан. Ал латералды жағында бізде көз жас безінің шұңқыры фосса гландуля лакрималис орналасқан. Екі көз бөлігін, екі парс орбиталис бізде бір-бірінен инцизура эпимедалис арқылы бөлініп тұрады. Яғни тор сүйектің тілігі. Тор сүйектің тілігінің үсті жағында біз назальды бөлім, парс назалисті көреміз. Және ол жерде мұрын қылқаны спина назалис тұрады. Бұл жер бізде тор сүйектің жоғарғы бөлімін құрайтындықтан алдыңғы, аралық және артқы табақшаларды көреміз, және олардың арасында көлденең жүлгелер орналасқан.